Барлықтарыңа сәлем оқушылар. Бүгін бізде ұбт 2026 жылы, яғни 2026 жылы көп оқушыларды 2 балынан айырған есепті қарастыратын боламыз. Яғни логикалық жағынан с деңгей есептеп қарастырсақ та болады. Қабырғасының ұзындығы 10 см болатын куб тығыздығы 900 кг бөлінген метр куб. Куб еденмен 0,8 метр биіктікте орналасқан. Біз айтады, еденмен салыстырғандағы және үстел бетімен салыстырғандағы потенциалдық энергиясын. Бізде қысқаша бір сурет салып ала салатын болсақ, давайте мынау бір үстел болсын. Мынау бір үстел. Және де оның үстінде мынандай бір куб жататын болса. Енді куб деп санай салайық. 2D форматта. Енді қараңыздар. Бізде мына бір кубтың көлемін анықтайтын болсақ, осы жерде А куб, А куб. Сонда 10-ның кубын алатын болсақ, осы жерде 1000 болады. 1000 көбейтілген 10-ның сантиметр болған себепті, енді оны кубтайтын болсаңыздар, -6 дәрежесі болып ене салады екен. Сонда бұл сіздерде 10-ның -3 дәрежесі метр куб деп алсақ та болады екен. Енді бұл кубтың массасын анықтайық. Масса ол сіздерде жай ғана ρ көбейтілген В формуласы арқылы тығыздығымыз 900, оны көбейтеміз 10-ның -3 дәрежесіне. Сіздерде 0,9 кг деген жауап шыға салады екен. 0,9 кг. Яғни мына бір кубтың массасы 0,9 кг. Және де ол қай жерден әсер етеді? Ол сіздерде ауырлық центрінен әсер етеді. Яғни бұл куб болған себепті оның дәл ортасын аласыздар. Дәл ортасы дегеніміз мына бір қабырғасының жартысы ғой. Қабырғасының жартысы. Ол сіздерде мына бір үстел бетімен 0,05 метр жасайды. Яғни 5 сантиметр. Ал үстел ол сіздерде биіктігі 0,8 метр болатын болса, ауырлық центрі қанша метрде жатыр жер бетінен? Ол сіздерде жалпы 0,185 метр биіктікте жатыр екен. Енді біз бірінші сұрақтан бастайтын болсақ, еденмен салыстырғандағы потенциалдық энергиясы дейтін болса, ол сіздерде mgh, массамыз бізде 0,9, көбейтеміз оны 10-ға, көбейтеміз. Еденмен салыстырған себепті мына бір жалпы биіктікті алады екенбіз 0,185. Сонда бізде шығады екен 7,65 джоуль деген жауап. Яғни бірінші сұрақты апарып біз Б нұсқасына сәйкестендірсек болады. Ал екінші сұрақты қарастыратын болсақ, ол жерде потенциалдық энергиямыз, яғни mgh, бізден сұрап тұрған ол үстел бетімен. Яғни мына бір кубтың ауырлық центрі үстел бетінен қанша метрде жатыр десеңіздер, ол 0,05 метр биіктікте жатыр екен. Сол себепті 0,9-ды көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 0,105-ке. Сонда бізде шығады екен 0,145 джоуль деген жауап. Яғни біз мына тұрған екінші сұрақты Д нұсқасына сәйкестендірсек болады деген сөз. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Қайыржан ағай. Есеп ұнаса және де осындай қызықты есептердің талдауларын көргілеріңіз келсе, каналға тіркел.